Ассалаумағалейкум достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді 2-ақ ингредиенттен тұратын балмұздақ жасаймыз үй жағдайында. Бізге керекті құрам ол кілегей, сгущенка және кез келген балмұздаққа арналған осындай форма. Ең алдымен біз кілегейді соғып алуымыз қажет. Ол көтеріліп, көпіріп, жаңағы пышный болады. Кілегей міндетті түрде салқын болу керек. Тоңазытқыштан шыққан. Осыны қазір аз жылдамдықтан жоғары жылдамдыққа дейін көтеріп, соғып аламыз. Бізде осындай консистенция шықты. Енді оның үстіне жаңағы сгущенкамызды салып, тағы да араластырып жібереміз. Көп соқпаймыз, тек араластырамыз. Кез келген ішіне шоколад, печенье салсаңыздар болады. Мен осыны бақтап, қазір балмұздаққа салатын боламын. Қасықпен араластырып жібереміз. Содан кейін формаларымызды құйып шығамыз. Сіздерде форма болмаса, кез келген контейнерге жаңағы салып, мұздатқышқа қойып қойылыңызға болады. Қазір осының бәрін толтырамын. Сосын 3 немесе 4 сағатқа қатқанша мұздатқышқа салып қоямын. Менде бұдан артық балмұздақтың смесі қалды. Кішкене соғып жібереміз. Ішіндегі ауасы шығуы қажет. Әйтпесе, ол жаңа қатқаннан кейін тесік-тесік болып тұрады. Сондықтан кішкене соғып, сілкіп жіберу керек столға. Енді манаға қалған сместі осындай бөлек ыдысқа салып алдым. Бетін жауып, оны да мұздатқышқа 2-3 сағатқа 3-4 сағатқа жібереміз. Балмұздақтарымыз қатқаннан кейін жылы суға осылай кішкене малып аламыз. Бізге алуға, жаңа формадан алуға оңай болады. Мінекей осылай оңай алынады. Өте дәмді, ерекше, ішінде печенье, шоколад болғасын дәмі өте ерекше болып шығады. Сіздер қалаған жеміс-жидектеріңізді, кез келген печеньені бақтап салып жіберсеңіздер болады. Сонда дәмі ерекше болады. Мінекей осындай болып шығады. Манағы ыдыстағы жаңағы балмұздағымызды өзіңіздің қалаған ыдысыңызға салып алсаңыздар болады. Бұндай балмұздақты жегеннен кейін балаларыңыз қуанып қалады деп ойлаймын және қайта-қайта сұрайтын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үй жағдайында өте керемет балмұздақ. Ас болсын.